Шариғатта өзгертудің себебі бар. Ең бірінші өте бір тарихта жаман адам болып, және оның есімі елге мәшһүр болып, тарихта таңбаланып қалған адам болса, ол жеке бір тұлға емес, кәдімгі бүкіл халыққа жамандық өткен адамның аты қойылса, оны өзгерту керек. Екіншісі, өз атынан өзі ұялса. Солар мысалы қиналып, ел мазақтап, кішкентай балалар күліп, елдердің бәрі қайта-қайта сұрай берсе, бұны өзгерткен жақсы. Мүмкін дінсіздердің, мұсылман емес адамдардың, мүмкін біздің ұлтымызға дерліге, бүтіндей бір ұлтқа қиянат өткен адамдардың атын қоймаған жақсы. Енді сондай жағдайларда өзгерткен болады. Ал енді ұлттық аттарды оған діни терминологияға бұрып, немесе оны ұлттық құндылықтары өзгертіп, мен мысалы айтақ қазір есімдерде бізде мынандай нәрсе туындап жатыр. Қазақтың есімі және мұсылмандықтың есімі деп. Бұл өте үлкен қателік. Қазақтың аты сол мұсылмандықтың аты, екеуін бөлуге болмайды. Анау Ибн әл деген сөздерді немесе тіркеулерді қойса, жаңағы болмаса Абды деген, тек қана мұсылман болады да, сонда біздің қазақтың Наурызбайы, қазақтың жаңағы Құнанбайы мұсылманның аты емес болып шығады ғой өздігінен. Жоқ, ол дұрыс емес, екеуі бір аттар болып табылады. Сол үшін мен діни астар берудің қажеті жоқ деп есептеймін, және оны өзгертудің қажеті жоқ. Ал жаңағы мысалы жеке басында сондай проблема болса, ол адамның өзінің ойы, егер оның өз ойы жаңа айтқанда қатты қиналатын болса, сол нәрсеге жаңағы таңның атысы, кештің батысы, өз-өзінен жиіркеніп, құсқысы келіп, жек көріп сөйтіп жатса, онда екінші бір жолы бар, лақап ат қойсын дейді. Еркелету аттар. Біздің қазақта да мысалы үлкен тұлғалардың аты қойылса да, еркелетіп Абай деп қойған, мысалы Абылай деп қойған Әбілмансұр атамызды, жаңа Қаныш атамыздың атына Қаныш деп еркелеткен, мысалы пайғамбардың сахабаларының да Шоқан, Мұхаммед Ханафия. Сондықтан осы аттар қалыптасуына болады. Бірақ ол түбегейлі жаңағы атты елдің бәрін өзгертіп, ондайға салатын болсақ, қазір көп адамның аты өзіне ұнамайды.